алғаш рет подкаст, интервью. шабыра алып, спортпен, пылесоспен жүріп өздері тазалап жүреді. Бізде сол жаққа барған соң, сен телефонның шынымен де керегі жоқ екенін түсінесің да? Айқанат мектебінің басқа мектептерден басты айырмашылығы неде деп ойлайсың? Вот астынаға барасың деген кезде ең алдымен жаза эмоция болды. Актовый залда ұйықтаған. Бәрі сары футболкамен жүрсе, мен жап-жасыл футболкамен жүрдім. Парламенттің балалары, кішкентай класстың балаларын на будущее дайындайды дейді парламент. Түрім апам мақсат дейді. Қыстың ортасында аяқ сындырып алғам. Состояниясы 1 миллиардтан көп. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Бауырсақ подкасты. Менің есімім Кәусар. Және менің есімім Перизат. Бүгін бізде ерекше қонақтар, олар 10 сынып оқушылары Айым және Диас. Біз бұл қонақтарды шақырған себебіміз, бұл оқушылар Айқанат мектебіне, яғни сол конкурстың финалистері болып табылады, және қазіргі таңда сол мектепте арнайы бір жұмыстарды, яғни волонтерлік қызметтерді атқарып жүр екен. Біз бүгін солармен жақынырақ танысатын боламыз. Жалпы, өздеріңіз эмоцияларыңыз туралы қысқаша айтып кетсеңіздер, не сезіп отырсыздар? Алғаш рет подкаст, интервью. Эмоция ма? Бірінші енді подкастқа қатысып отырғаннан кейін бір түрлі сезім болып тұр менде. Шынымен айтқанда волнение бар. Болды. Сендер жалпы Айқанатқа барып, андай, саморазвитие. Так, онда сұрақтарымызға көшеміз бе? Ендеше осы ең алғаш Айқанат мектебі туралы қайдан білдік деген сұрақ болсын. Енді біз білеміз ғой, сонда да көрермендерге дейікші. Маған шыны керек, Айқанат олимпиадасына бізге апай айтты, қатысасыңдар деп, содан кейін осындай олимпиадаға жазыласыңдар деп. И ойымда ештеңе жоқ, жазыла салғам. Бірінші турға барғанда да мен шыны керек білген жоқпын, ол қандай мектеп екенін, қандай олимпиада екенін жалпы. Сосын екінші турдан өтіп кеткеннен кейін, бірақ сол TikTok-тан видеолары түсіп, қандай күшті мектеп екенін көрдім. Менде де Диас сияқты басына түк білмегем, шынымды айтам. Екінші турдан өткен соң, осы мектепте бізге бәріне айтқан, тез аккаунттарын ашып қараңдар деп. Сол қарасақ, біз Астанаға барамыз деген өзі кәдімгідей уведомление шығып тұрады. Сөйтіп өткен соң, енді әрине информация іздейсің да. Не ол жалпы сол кезде ғана іздене бастадым десе болады. Уже өткеннен кейін барып іздей бастадым ғой. Біз 8-ші класста бардық қой. Не ғой, сендерге жаңа келеді ғой, өттің, вот Астанаға барасың деген кезде ең алдымен жаза эмоция болды. Мен бірінші қуандым, айғалып тұрып, мына жерде бізде дышы кезде сол телефонды ашып қарадым, ана жақта еще айғалған кезде эхомен бәрі. В общем, 3-ші этажға жүгіріп, сынып жетекшіге барып, мен Астанаға барамын дегендей эмоциямен жүгіріп келдім. Әрине қуаныш. Әлі есімде болсын. Душында отырған есе что? Уведомление келген. 3-ші этажға жүгіріпті. Иә, апайына. Білмеймін, қашан көргенімді вообще ұмытып қалдым. Просто ойлағам, Астанаға барамын, кайф күшті деп. Андай жаңа орта табасың деген сияқты шығар. Сөйтіп ойлағам. Бұда жалпы неше тур? 3 тур ғой деймін бе? 3-ші турдан кейін сразу қабылдай ма мектептеріне? Или экзамен бар ма тағы? Короче, 110 грант береді. Содан кейін 110 грант бергеннен кейін, мысалы сен 8-ші сыныпта тапсырдың ғой, 9-ші сыныптың апрелінде сен сол мектепке барып бір ай оқисың. Және де бір тест тапсырасың, ол жақта сол 110 баланың оның үйіне қайтарып жібереді да, 100-ін алып қалады. Типа өтпей қалғандарды қайтарып жібереді, получается. Окей. Жаңа 3 тур болды ғой, 3 турдың қайсысы ең қиын болды сендерге? Республика шығарды. Керек, ешқайсысы қиын болған жоқ. Айбай. Қойшы. Конкуренция болды да ол жақта. Салыстырмалы түрде ғой бәрі. Мысалы, ана жаққа Айқанаттың мектебіне барсаң да, ар жақта бүйтіп шыны керек, батандар көп. Өз-өздерімен жүретін, чисто оқу дейтіндер ғана. Жалпы Айқанат мектебінің басқа мектептерден басты айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар? Окружение, орта. Ол жерде жиналған жай ғана адамдар емес, былай айтқанда. Қазақстан түкпір-түкпірінен жерлерінен кәдімгідей жерлерден жиналған реально милар істейтін, оқитын, өз үшін оқитын реально адамдар жиналғанда, и сол сезіледі барған кезде ше. Ол жерде не только оқу десе, вот спорт, музыка, жалпы общий
полный развитие саморазвитие дейді ғой, сол общий чисто соған бағытталған да. И бәрі әр адамды сол жерде любой адамға келіп былай сұрасаң бір нәрсе, ол мына жақтан да барлық жақтан да дамыған, көмектесуге дайын да. Нағыз 21 ғасыр мектебі болды негізі. Және де бір жағынан айтып кетсек, сол Айқанат мектебінде Орда деген бар. Орда деген шынымен көп, ол жақта 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптар ғой. Сол Ордада 9-да, 10-да, 11-де бола береді. И және де сол ордалар арасындағы жарыстар болады, мысалы там тестпен, баскетболмен, волейболмен. Және де сол Орда бір отбасы сияқты болып кеткен ол жерде. Ордалармен олар чайпитие жасайды деген сияқты. Өздерінің асханалары бар еще, андай комната кәдімгі бөлек бір здание сияқты комнаталар бар. Одан жол Нишқа барғанда да экскурсия сияқты болып та. Жасқа бардым ғой сол кезде, и 11-дің балалары, ол жерде 12 класс қой, бірақ 11-дің балалары именно парламент екен да, біздің мектеп сияқты ғой. Сол парламенттің балалары экскурсия жасап жүрген кезде какой-то бір сцена бар екен. Сол жерде андай ұйымның аттары жазылған да. Солар типа именно жаңағы парламенттің балалары, кішкентай класстың балаларын на будущее дайындайды екен типа парламентқа. Солар каждый апта типа бір, например, осы апта осының апталығы, осы апта осының апталығы деген сияқты. Прикольно. Жалпы Айқанат мектебі қандай мүмкіндіктер береді оқушыларға? Жалпы сіздер бардыңдар, барғаннан кейін өздеріңе не алдыңдар ол мектептен? Андай, вот типа до после деген сияқты. Айқанатқа барғанға дейін осындай едім, бардым, вот что-то во мне изменилось деген сияқты. Бірінші айтатыны ол дисциплина. Саған күнде кешкісін сағат 8-де жібереді. Бізде Бекжан ұстаз деген бар. Ол жалпы біз IP, яғни бір айға келген боткемптің оқушыларымыз. Ол бізге жауапты. Сол былай айтқанда Бекжан ұстаз біздің группаға күнде жібереді. Бізді 5 топқа бөлген, 130 баланы 5 топқа бөлген. Сөйтіп күнде кешкісін расписание жібереді келесі күнге. Келесі күн әрине подъем, тамақ ішу, там мынаны істеу, все четко уақытында сабаққа там ровно уақытында кіресің, былай істейсің. Негізі дисциплина ең бірінші орында бұл жерде. Шыны керек, себебі ол жақта сағат 7-ден бастап 8-ге дейін завтрак, 8-ден 8:20-ға дейін таңғы жаттығу, 8:20-дан бастап сағат 4-ге дейін былай айтсаң сабақ. Ортасында бір перерыв бар, 5-ші сабақ пен 7-ші, сол 4-ші параның арасындағы. Ол кезде бізде обедке уақыт береді. Содан кейін сағат 4-тен 4:30-ға дейін не болады? Кабинеттерде уборка болады. И жалпы айтсақ, ана жақта мынандай ғой, ол жақта техничкалар көп емес. Техничкалардың істейтін жұмысы әжетханаларды жуады, және де осы коридорда андай машинка бар ғой, сондаймен полды жуады, пол. Ал қалғандарын ана жақта күнде кезекшілік бөліп қойған. 9, 10, 11 қарамайды барлығына. Коридордың мына жерін сен жуасың деген сияқты. И балалар соны өздері швабра алып, там спортымен, пылесоспен жүріп өздері тазалап жуады. Кабинетті де тоже. Әдетке айналған ғой. Ойлаңдаршы, біз өтсе біз пол жуып жүрміз. Жоқ, олар кәдімгідей кабинеттің сағат 4-тен ба, 4:30-нан ба, сондайда басталады да, и бір жарты сағат беріледі. Сол уақыттың ішінде былай бөліп тастайды да, кабинеттің қастарына обычно бөледі да. Біреу лестница жуады, біреу ана спортзал жуады, біреу теннис шақ жуады, біреу там асхананың алдын жуады, мысалы сондай бөліп тастаған. Кәдімгідей бір күнде көп адам соған қатысады да. Сағат 4-тен 5 кеткеннен 4:30-ға дейін. Себебі 4:30-да бізде полдник басталады, полдник жейсің, содан кейін сағат 5-те телефон береді. 5-тен 7-ге дейін телефон береді. Еще телефон деген аз ғана уақыт, кстати. Негізі сол жаққа барған соң сен телефонның шынымен де керегі жоқ екенін түсінесің да. Бірақ ноутбук бар, бірақ телефонмен сен андай социальный сетьқа тез кіріп кетесің. Еще қолыңда ғой, как бы удобно да, бір нәрсе болса өше салып, қалтаңа саласың мысалы. Ноутбукты сен ашып қосып, анау бәрін қосам дегенше, ол как бы бір жағынан неудобно да. И поэтому как бы телефонның былай айтқанда керек жоқ екенін түсінесің да бір жағынан, потому что сен қасында өзің сияқты жан-жақ дамыған былай айтса бастар істейтін кішіне олармен не то что просто былай сабақ оқу, олармен даже әңгімелесу қызықты.
отырасың да, бір какой-то бір история болады оларда обязательно, бір нәрсе болған, түрлі тәжірибелер болған да оларда. Жаңа басында айтып кеттік волонтерлық қызмет деп. Қазір енді сендер волонтерлық қызметке барып жүрсіңдер ғой, да? Осы жақын арада барып келдіңдер ғой. Сол қандай мақсатта, не үшін шақырды деген. Типа буткемпқа ма? Ол буткемпқа былай ғой, осы финалдық турға өткендерге Айқанаттың өзінің сөзі бар, once Айқанат, forever Айқанат деген. Аударғанда бір рет айқанаттық болсаң, мәңгілік айқанаттық болып қаласың деп. Сол осы финалдық турға өткеннен кейін осы балаларға буткемп деген мүмкіндік беріп қойған. Яғни сол жақта бір ай оқып, сол жақтың тәртібін көріп, қандай мектеп екенін соны көру үшін. Сендер вроде анау Айқанаттың турлары болады ғой, сол кезде қарап жүрсіңдер ғой оқушыларды, көшірмеу, не қылмау деген сияқты. Это вроде волонтерство, да? Ол волонтерство енді. Біз былтыр бірінші, екінші турға қатысқанбыз. IQ 24 келген. Типа соларды қарап жүрдіңдер ғой, көшірмесін деген ғой. Білесің, волонтер болғаннан кейін ол жақта бірінші турда әшейін азанда келеді, потому что аудандық тұр ғой, ол алыстан келмейді. Азанда келеді, тест парақшаларын таратасың, телефоннан көшірмеу, соны қадағалайсың, болды. Ал екінші турда сәл қызығырақ, потому что ол жақта басқа аудандардан келеді, полный облыс болғаннан. Алматы облысы үлкен ғой, сол үшін қонады, сен де қонасың ар жақта. Мен тура сол түнде ауырып қаламын да, инаған жазамын таңертең, мен бармаймын, мен ауырып жатырмын дейді. Лох деп, короче, бұлар Нұрбол екеуі барғанда, короче, түнде орын жетпей қалған ғой, бұлар актовый залда ұйықтаған. Сол видеолардың бәрін жіберіп отыр да, міне осындай неден қалдың деп маған. Осы волонтерстводан самый күшті, әсерлі деп қандай оқығандар боласыздар? Ладно, волонтерство жалпы Айқанаттан дейікші. Менде, короче, волонтер болған кезде осы Алматы облысы енді үлкен ғой, сол үшін қанша? Екінші турға 1000 бала ма өтті. Сол үшін бір мектепте 1000 баланы сыйғызу мүмкін емес қой. Сол үшін бізде Абай интернатында және Смағұлов интернатында өткізген. Сөйтіп, мен Абай несінде болдым да, балаларға футболкама жетпей қалады. Сөйтеді, ағаймен таксимен Смағұловқа жібереді ғой. Жоқ, короче, бізде футболка артып қалады, Смағұловқа жетпей қалады. Сөйтіп, анау футболканы салып жібереді, таксимен барам, сосын. Еще андай ойымда дым жоқ, футболкамен кетіп қалған ғой. Ол кезде қашан? Март қой деймін, март па, апрель ма сондай. Футболкамен кетіп қалғам, сөйтіп қайтсам, боран соғып, жаңбыр жауып кетеді ғой, прям қой деп тұрып ше. Еще мен ағай таксимен қайтасың ба десе, жоқ автобуспен қайта беремін деп өзімше автобуспен қайтқам ғой. Сөйтіп, короче, келе жатам, бүйтіп тротуармен келе жатасың, машиналар өтетін жер бар ғой, дворларға. Сондай сутыр екен да, ойлағам ғой кішкентай жер деп. Келіп басып қалсам, кроссовкам полный су болып кетті. Ана жақта сосын үстім бәрі су, аяғым бәрі су, киімдерім жайып қойып, не істеп жүргенмін. Басқа. Бәрі сары футболкамен жүрсе, мен жап-жасыл футболкамен жүргенмін. Бөтен қойса. Сенде? Менде бір отдельный бір оқиға деген жоқ. Честно, боткамптың өзінде өте көп сәттер болған. Өте көп. Жалпы бізді айттым ғой, 5 топқа бөледі деп. Бірінші топ ол орысша оқитындар, орыстар демей қой, орысша оқитындар. Қалған 4-еуі қазақша оқиды. Сол 4 группаға біз үшеуміз 3 түрлі группаға бөліп тастаған. Сөйтіп әр группаның өзімізде бір сәтті түрлі сәттер болған. Қайтса болады. Сосын, короче, ана жақта 5 топ қой енді. Ал ана жақта IQ Bootcamp қаралған 4-ақ кабинет бар. Біздің топ 4-ші топ, бізде топта 28 бала болды, вроде. Сол 28 бала андай әшейін кішкентай кабинеттерге сыймайды. 2 бала тұрып қалады деген сияқты. Содан кейін бізді лекционкаға отырғызып қойды. Лекционка деген кабинет бар ана жақта. Там андай 3 уровень бар. Сол жақта отырасың. Депутаттар отырады, білесің бе? Типа сондай ғой. Иә. Сөйтіп бір күні тұрады да, сендер амфитеатрда оқисыңдар дейді ғой. Ал амфитеатр деген андай актовый зал сияқты, бүйтіп дәу ступенька бар, соның екі жағында да отыруға болады. Ал ана жақта сабақ оқу максимально неудобно ше, потому что парта жоқ, ештеңке жоқ қой. Сол лекционкада ремонт жүреді деді, сол үшін бізді амфитеатрға отырғызып қойды.
сіздер сол жаңа сабақ оқыдық деп жатсыңдар ғой, именно қандай дағды бойынша немесе сол енді Айқанаттың өзінің сабақтары ғой, сол туралы болса. Ол жақта енді былай өтеді, күніге 9 сабақ. Айбай. 9 сабақ болғанда былай ғой, 4 пара и 1 сабақ. Андай 1 сабақ дегенге нелерге қояды, қазақ тілі, орыс тілі. Қазақ тілі 1 пара болады, орыс тілі там тағы да не болады, профориентация деген сияқты. Қанша уақыттан сонда? 1 сабақ 40 минут. Мысалы, бірінші сабақ басталады, 40 минут болады, содан кейін 5 минут қоңырау, сосын қайтадан сол сабақ болады. Мысалы, бірінші сабақ биология болса, екінші сабақ тоже биология деген сияқты. Пара-парамен өтетін. Олардың получается методикасы басқалап тұр ғой, біздің оларда былай айтқанда уақыт көбірек бөлінген да, сонда сен 40 минуттың ішінде 40 минутта теория, 40 минутта практика өтеді да. Сол негізі өте практично болған. Шын айтайын, андай 40 минут все-таки жетпейді екен целый теманы изучить етіп, қаншама балаға түсіндіру өте, кәдімгідей салыстырмалы түрде қарағанда разница үлкен, былай айтқанда. Сосын бізді бөлгенде, былай ғой, бұл жерде боткемпта бізде больше ағылшын мен математикаға көңіл бөлген. Сөйтіп, бұл жерде негізі точно науки бар ғой, математика, физика, химия, биология деген сол сабақтарға больше мән берген да. Ал қазақ тілі, орыс тілі, тарих мысалы, сонда әрине бар сабақта олар бар, бірақ особо тереңдетіліп былай оқытылмайды. Не болды? Бізде, короче, сол жаққа барған кезде тарихтан 4 апта өттік қой, сол 4 аптада бізге Алашордадан беріп қалған. Короче, Алашордадан берді да, презентация жасайсыңдар деді. Осындай нелері, пункттері бар, осылынан ауытқып кетпеңдер деп. Сосын бірінші аптасында соны сабақ түсіндіріп, Алашордадан істейсіңдер деді. Екінші апта барған кезде дұрыс емес, қайттан істейсіңдер деді. Үшінші апта барғанда тоже, короче, сөйтіп қайтып кеткенбіз. Алашордадан басқа дым еткен жоқ. Алашордадан түсіндің ба қойды? Жоқ, бұл тарих апай келеді да. Өзі негізі профориентолог та, бұл апайшы, ұстазшы. Келеді да бізге. Месендер, у нее еще андай, акцент бар да. Саламатсыздар ма, оқушылар, бүгін мен сіздердің, кім еді аты? Жаны ұстаз. Мен жаны ұстазбын, сіздерге тарихтан беретін боламын. Қазақстан тарихынан бізде 4 апталық қалай еді мақала жазу. Бұл жерде ең бастысы зертханалық сұрақ жасау, мындай деп. В общем, бәрін түсіндіріп сөйтіп. Себебі ол ұстаз өзі андай болған. Кішкентай кезінен орыс мектебінде оқығанда, және универін неде? Москвада оқып келген. Сол үшін сондай акценті орысқа келеді да. Бірақ былай айтқанда таза қазақша сөйледі. Орысша қоспайды. Акценті бар. Не осуждаем. Сендер де бағанадан бері ұстаз деп отырсыздар, сонда сол жақта ұстаз деп сөйлейсіңдер ма? Апай деген тема жоқ. Апай аға деген. Ол жаңа аутсайдер сияқты апай аға. Случайно апай деп қалсаң ғой, көз үзіледі. 40-та да ұстаз деп айтады ғой. Ол еще андай бар ғой, диалектке де байланысты шығар, наверное. Бізде де келген кезде Жамбылдың балалары әпке дейді, батыстың балалары қандай бірнәрсе дейді вообще, ал біз апай деп сондай болған. Ең бір андай история айтайын, диалект бойынша. Біз топпен бірінші күні келеміз, бірінші екінші күн келеміз да, бізде андай уақыт берілген да, 8-ден 9-ға дейін, кешкі 8-ден 9-ға дейін бізде активити, ол кезде топ 7-ден ба? 7-ден 8-15. Этюд қой. 8-ден 9-ға дейін активити. Сол кезде біз, получается, топпен бір ойындар түрлі сондай бір нәрсе ұйымдастырады да, жалпы бізде координаторлар болғанда. И, получается, бұл бір активити да, біз енді танысып жатырмыз да, даже аттарымызды да білмейміз да, әрең жаттап жатырмыз да. И ең соңғы батыс келеді да. Батыс Қазақстанның кімдер еді? Атырау келді соңғы, и Ақтөбе келді соңғы. Солар ең соңғы келеді да, и как бы таныс емес қой, бізбе келеді, бізде ойын болған, андай стульчиктарды бір-біріне напротив қойып қояды да, и тез-тез 1 минуттың ішінде сұрақ қояды да, ауысады. Сұрақ қояды да, ауысады да. Мен бір қызбен отырып аламын да, ол Ақтөбеден, атын білмеймін, түрін бірінші рет көріп тұрмын, бірінші рет келіп тұршы, бүгін ғана келіп тұрды. Мен келемін, в общем, атың кім, андай, бір нәрсе деп сұраймын да.
и ол маған тоже бір нәрсе сұрақ қояды мен сөйтіп жыртылып отырмын да ана жақта ше и ол қыз маған айтады блин айым сенің бар ғой андай характерің бар ғой менің бір құрбыма ұқсайды бірақ түрің апама ұқсайды дейді апама дейді да мен сол күні очки тағып шашын былай не буып қойғанмын ғой мә өкініп қалдым ғой ана шашым буғаныма еще былай түрім кішкене ағып жатыр уже кеш та и былай отырмын да жыртылып отырмын анаған неге апа десе анау айтады ана қыз айтады да енді бізде апа дейді ғой бізде апа дейді сестра дейді я говорю сестра ма сестра әпке десе или апай десе хотя бы жоқ бізде апа дейді мен вообще түсінбей қалдым ғой ана жақта апа деген қазір 60 жасар екен иә сондай ғой бізде енді апа деген енді кәдімгідей кәрі адамға айтады ғой оларда апа екен апа сестра екенін қайдан білейін ол да білмейді в общем екеуміз былай стыковка кстати көп болады по идее бар ғой диалектінің кесірінен бізде атыраускилар дәу лақтырып топты лақтырып ойнайды деп сөйлейді қарындасым қарлығашым деп сөйлейді олар дейді олар жалпы осы айқанатпен жаңағы волонтерлік деп жатырмыз ғой сол кезде бір қандай опыт жинадыңдар ну именно мына тұстар өзгерді дейтіндей мысалға көп ашыла алдым осыдан кейін адамдармен сөйлесу жеңіл болды дегендей андай осы жылдан бастап мен 2 рет лагерьге барып келгенмін и лагерьде ашылған болатын андай жаңа орта болғаннан кейін бәрімен сөйлесіп ал бізде осы айқанатта комнатада жататын 2 бала болатын мен сол ағатай деген баламен волонтерствода бір неде болдық бір мектепте содан кейін ол кезде ол вообще андай өзімен өзі тыйық ешкіммен сөйлеспейді сондай болатын ал мына жаққа келіп барлығымен сөйлесіп ашылып кетті да прям сондай болды волонтерство дегенде бізде жалпы бұл негізі өте үлкен жауапкершілік қой балаларға қарау өзің сияқты кішкентай балаларға қарау өте үлкен жауапкершілік та и кейде қиын әрине қиын андай балалар тыңдамайды кейде андай ұрсып реально айтпасаң ал ендеше келесі сұрақ осы айқанат мамандық таңдауда бір көмегін тигізді ме сіздерге негізі иә жалпы бұл жерде мен айтып кеткенде айқанатта жалпы точный наукаға не көңіл бөлген да яғни математика физика химия биология деген и ол жерде ұстаздарға қарай олар қатты прям тереңдетіп оқытады да кәдімгідей ұбт-ға дайындалыңдар андай деп ше и мамандықты сол жерде негізі профориентолог бар да жаңағы жандастас тарихтан беретін сол профориентолог негізі 1-2 сабақ болған бізде профориентациядан ол бізге келіп кәдімгідей бірнеше сабақ өткізеді да қалай көмектеседі да қалай таңдау керек мысалы там достарың жақын сен танитын достарына мысалы сұрау мені кім деп көресің дегендей сонымен қатар міне осы мартта по-моему экскурсия болайын деп жатыр бізде Алматы және Астана қаласына бізде мына жалпы айқанаттың қорындағы балаларды барлық облыстардан жинайды да экскурсия жүргізеді түрлі университеттерден и біз қазір получается андай сауалнама толтырдық та ол жерде өзінің примерно таңдаған мамандығын жазасың да мысалы там технический гум мынандай дейтін сөйтіп таңдап бөледі да сөйтіп бізді уже университеттерге уже апарады осындай в принципе көмектер әсерін тигізеді деп ойлаймын сендер получается профориентологпен жұмыс істедіңдер ғой ну как сказать бірге бір емес бірақ былай групповой занятие болған сабақтар өтті ғой енді қараңдар сендер 8-9 сыныптарға қандай кеңес айтасыңдар мамандық таңдауда деп ойлаймын ну сендердің мамандық таңдауларыңа көмектескен қандай жол дейік па не дейміз сондай короче ең бірінші фактор не сендер мамандық таңдауда мамандық таңдауда ол өзіңнің хоббиің деп ойлаймын мысалы хобби там өзіңе жақын заттар иә сен қандай мамандық таңдадың кәсіп геоматсың ба иә бизнес негізі мен таңдап мамандығым электрик емес енді әрине энергетика таңдап отырмын және уже ауэс универіне түсемін деп мақсат қойғам негізі бірақ мүмкін өзгертемін деп білмеймін әлі негізі бірақ основной план осы
И возможно осы айқанаттың экскурсиясына барған соң мүмкін у меня мнение поменяется. Мүмкін басқа күшті мамандықтар бар деп ойлаймын. Осы сендер айқанаттың финалистері ретінде болашақ айқанатқа тапсыратын оқушыларға не айтасыңдар? Нен көп сабақ оқу керек па, не істеу керек? Қай салаға мүмкін көп көңіл аудару керек? Именно қай пәнге? Мына жақта енді былай ғой, сауаттылық, математика, тарих, орыс тілі және де өзің таңдаған бір пән. Ол жақта география, математика, физика, ағылшын деген сияқты. Сол енді логикаға сәл бүйтіп көбірек логический видеолар көріп, логический есептерді шығарған дұрыс деген сияқты. Ең басты вот именно вот не просто есептерді былай қарап бір формулаға мысалы салып шығарып деген емес, именно өзің түсініп отыру керексің да, жалпы не сұрап жатқан, не болып жатқан, өзің представлять должен визуализировать дегенде ше, бәрін как бы логиканы прокачивать и как бы вообще прокачиваться. Сіне ойлау ғой, айтқандай, ана оқып отырғанда анализировать етіп, қазақ тілімен айтқанда ғой. Сосын мен сияқты дайындалмай бармаңдар. Мен шыны керек бірінші турға вообще дайындалған жоқпын. Сосын өтіп кеткеннен кейін екінші турға дайындалған жоқпын. Екінші тур деген ойлаймын ғой, баратқанда ше. Дайындалу керек емес. Өтсем дайындаламын, өтпесем дайындалмаймын деп, үшінші турға да дайындалмай бардым. Айбой. Мен бірінші тур вообще білмедім. Мен честно, мен уже бірінші турға вообще бармау керекпін негізі. И мен уже жазғам, апай мен бармаймын андай деп. Мені апай в прямом смысле заставила, типа, вот қатысасың, жоқ, айым сен қалмайсың ондайдан деді. Ол еще каникул уақытында ғой, и ты думаешь, суббота, каникул, сен не істейсің, вот бір какой-то олимпиадаға барасың ба, не істейсің деп ойланасың да, енді шынымен де. Но все-таки заставили, ладно, жарайды дедім да, бардым. Бірінші турға, естественно, дайындалмадым, мен каникулда жүрген адаммын вообще. Сөйтіп барып, как-то бір нәрсе қылып, екінші турға өтем. Екінші турда біздің сыныптан 3 адам өткен. И получается, екінші тур, получается, мартта ғой. А мен қайдаты? Сейчас. Мен қыстың ортасында аяқ сындырып алғам. Сөйтіп домашний обучениеде отырғам. И как бы вообще мындай ойым айқанат болған жоқ та, дайындық болған да жоқ. Вообще мен ойым вообще басқа болған. Мына жерде мектептегі бағаларым түсқалмасын деп, программадан қалқамасын деген ой болған ғой. И поэтому мен екінші турға вообще дайындалмай қалғам. Но как-то ана үш қыздың, получается, мен тағы екі қыздың арамызда мен ғана өткен, получается, үшінші турға. Хоть причинасы бар екен дайындалмауға. Идеалды жоқ. Біз еще келген кезде отырмаймыз ба, полный класспен отырып аламыз ғой былай. И бізге партаның үстіне әр адамға бір йогурт пен бір не ғой, бір вафля ма, сондай бір нәрсе. И мына жақта мысалы бір 30 балаға мысалы дайындалған завтрактар тұрды. И бізде именно осы кабинетке бір бала келмейді да. И ол вот на парта, именно екінші парта тұрды, мен шетінде отырмын да. Мына жердегі тұрды, әп-әдемі болып тұр. В общем, әп-әдемі болып тұрды. И ана жақта ешкім жоқ, думаю. И ана жақта естіп тұрмын да, апайлар айтып тұрды. Ана бала жоқ қой, келмей ма не, келмейді деп жатыр да. Я былай бір қарадым да. Өзімдікін ішіп алдым. Ішіп бітірдім да. Фукет орнына ауыстыра салдым да. Фукет орнына ауыстыра салдым да, ана ішіне салдым, короче. Ондай да болған енді, ладно. Если что, айқанаттықтар көріп отырсыңдар. Ана жақта осы попечительдер, олар әртүрлі бизнесмендер. Тіпті ана жақта бір үлкен тақта бар да, бір 100 адамның ба суреті тұр. Сол жерде бір универдің оқушысы тұр. Бір 23 жасар ма, сондай бала. Соған қарап андай не істеп кеткен. Күшті шабыттанып, Сіздерде айқанатта андай танымал тұлғалармен бір кездесулер өтті ма? Енді попечитель дегендердің енді өздері жаңа спонсорлардың жеке бір тақтасы тұрса, бір жыбы өткен шығар. Бізде бір күні бізге Арсен Томский мен Айдын Рахимбаев келді. Айдын Рахимбаев деген, ол біздің Қазақстанымыздың Forbes-ына кірген, екеуі де кірген.
Айнұр Рахимбаевтың состояниясы 1 миллиардтан көп, және де BI групптың ашқан адам. Ал бізде Арсен Томский деген ол негізі Россияның тумасы, Якутия деген әлемдегі ең суық қалалардың бірі. Қалалардың бірі емес, ең суық қала жай. Сол Арсен Томский деген бізде Индрайвер бар ғой, сол Индрайверді ашқан адам. Және де оның состояниясы $900 миллион. Және де сол бізде ең қызық бір зат, Арсен Томский заикаться етеді. Және де сол енді кәсіпкер болғаннан кейін сол заикаться ететін адамдардың проблемасын шешіп бергісі келіп, кішкентай аппарат ойлап тапқан. Оның айтуы бойынша заикаться ететін адамдар егер де өлең айтса, немесе шепотом сөйлесе, тогда олар заикаться етпейді вообще. Кекештенбейді. Айтып қойсыңдаршы. Сыбырлап сөйлесе, немесе өлең айтса, олар кекештенбейді. Және де сол кішкентай аппарат ойлап тапқан, сол сыбырлап сөйлесе, немесе өлең айтып сөйлегенін нормальный дауыс қылып шығарып береді. Ендеше біздің подкастымыздың соңына да келіп қалған сияқтымыз. Ендеше соңғы сөз кезегін сіздерге берсек, қандай ұсыныстарыңыз, тілектеріңіз, немесе сөз соңында қорытынды болсын айта кетсеңіздер. Кімді көргілеріңіз келеді? Өзімнің эмоциям подкастқа қатысқан не шын керек қызық екен. Мына жақта мен ойлаған басында тема таба алмаймыз сөзім бітіп қалады деп ше, сөйтсем ондай емес екен. 30 минут бойы, 40 минут бойы не айтамыз деген сияқты ше. Сөйтсем бұл жерде андай сөздер өзімен өзі келе береді. Сон айттым деп. Атмосфера сондай ғой бізде. Өзімен өзі келе береді не салды. Біз сеттейміз бірінші жолға. Кеттік. Наверное, көсеркеміз тілге жатып алғаннан кейін сондай атмосфера шығар, өзімен өзі сөйлегің келе береді. Сенде қандай эмоция подкасттан кейін текші? Жалпы қазір 8-ші сыныпта оқып жатқандар, айқанатқа қатысайын деп жатқан балаларға жалпы дайындалыңдар деймін. Енді прокачивайте мозги, обязательно логика бәрі керек. Не только олимпиада ғана емес, бұл кәдімгі өмірде қажет заттар. Сонымен қатар Аслан сияқты болмаңдар. Айқанат көптеген мүмкіндіктер береді, сондықтан жақсылап дайындалыңдар. Мүмкіндікті жіберіп алмаңдар, қолданыңдар, Айым мен Диас сияқты. Жалпы осы сіздерге болашақта табыс тілейміз, грантқа түсіп кетуді тілейміз. Ең алдымен денсаулықтарыңыз мықты болсын, арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Ендеше осымен біздің подкастымызда өзінің мәресіне жетіп қалған сияқты. Барлықтарыңызға сау болыңыздар, тамашалағандарыңызға рахмет. Соны сен бітіреді ғой.